бір ғасыр бұрынғы кезді алатын болсақ, осы даламызда мұсылмандар болмады емес, болды. Керісінше көп болды. Бірақ сол мұсылмандардың бір радикализм шықты ма? Бір ғасыр бұрынғы біздің бабаларымызды солар тәрбиелеген шәкірттерін алайықшы. Радикализм шықты ма? Жатағым деген болды ма? Болған жоқ. Неліктен? Өйткені бір имамның, бір мәзһабтың, бір жолдың бағытында жүрді. Шығыстағы имамдар мен батыстағы имамдар бүгінгідей әлеуметтік желілерде бір-бірімен кездеспесе де, олардың мәзһабы бір болды. Айтатын ілімдері бір болды. Бүгінгі күнде де оның айтатын ілімдері бір. Бірақ тыңдаушылардың проблемасы дұрыс түсінбегендіктен олар осылай адасып кетіп бара жатыр. Дін сенімнен тұрады. Дін ғибадаттан тұрады. Дін қарым-қатынастан тұрады. Дін тәрбиеден тұрады. Қазақстан елімізде дін руханиятының қара шаңырағы бар. Ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ол рухани шаңырақ, қара шаңырақ. Оны осы діни басқарма бекіткен әр өңірдің имамдары бар, әр өңірдің ұстаздары бар. Діни басқармада жасайтын үлкен-үлкен осында ұстаздар, ғалымдар бар. Дұрыс жөн сілтейтін арнайы мамандар мен ұстаздардан құралған. Уағыз насихат бөлімі бар. Бүкіл елдерде айтылатын уағыз насихаттардың тақырыптары бекітіледі. Ұстаздардың, имамдардың уағызы арнайы әлеуметтік желіге де қойылады, таратылады. Жастарға айтатынымыз, қай өңірде болса да сол өңірдің имамынан, ұстазынан тыңдап дәріс алатын болса, онда ол жастар ата-анасына қарсы болмайды. Ол қоғамға жауыз болмайды. Айналасына ол қатыгез болмайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бір мәзһаб, Абу Ханифа мәзһабы деп айтамыз. Осы мәзһабтың пәтуасымен, үкімімен жүре берсе, ол адам адаспайды. Ол адам шатаспайды. Маңайына, иншалла, ол керісінше ашуын емес, нұрын шашады. Сондықтан жастарға айтатын өсиетіміз сол, діни басқарманың арнайы бекітілген мамандарын тыңдау, солардың жетегінде жүру.